В общем, привет из солнечного Чимкента. Чимкентте Дендропарк деген ішінде жүрміз. Біз сол Дендропарк саябағында қыдырып жүрміз. Кеше кір жудық, үйді жинап, жұмыстарымызды бітірдік. Бүгін демалыс. Әдемі саябақта. Енді Шымкент маған қатты ұнады. Күні сатылау, күндізі осындай жылы 35-40-қа шейін барады еді, но міне бүгін 40. Не чувствуется. Кішкене жел, енді природа, климат. Вообще супер. Күшті. Әлі зоопаркке барамыз. Көрінбейді сендерге фазан. Фазан жүрнерде. Мені кетті өтті ғой. Ода да есть фазан. Осындай лес. Лес. Бұл ма? Басқаша білмеймін, не құс екен. Бұл тенсің бұл тоқсамайды білмеймін. Береке, міне Шымкент, береке, жемістер. Осындай өріктер. Алша. Талдардан алша аламыз, үйдің қасында алма өсіп тұр, алма жеп, үзіп, өзіміз қолмен үзіп жеп жүрміз, міне осылай. Таразда тут жедік, өрік жаңа жедік. Маймыз міне мынандай алшалар, аш қалмаймыз, өз күніміз өзіміз көріп отырмыз. Осылай алша көреміз да, фотоныкі, міне қазір осылай тартып, ойбай, сақ-сарысын алайын деп отыр. Күшті, осындайлар көп бізде енді. Короче, аш қалмаймыз. Қаптап түсіп жатыр. Вот такие алшалар. Қараңдар, қанша өріктер жерде. Төгіліп жатқан иісі. Жанат, давай осы жерге келіп, жинап и варенье істейік. Қарасаң, қараңдар, өрік қалай. Тәтті ма? Алпыс маған біреуін. Медовая? Да, это медовая. Юг-то я чувствую. Мына өріктер. Жеп жатырмыз. Ана жақта алшалар. Бәрі бар. Күшті, райский. Ана қараңдар, слива. Слива емес, алша. Төгіліп жатыр, қара. Алша. Күшті енді мына сливалар қарасаңдар, қып-қызыл піскен, вообще сочная. Өрік прямо сыпется мына жақтан. Алшаны қара. Хочу, не хочу. Спелые. Дендропарк дегенде жүрміз. Іші толған алма, өрік, слива. Талдан жеп,
жүрміз. Вот такой красота. Мне кажется, мен Шымкентте қаламын. Мыналар алмалар. Міне. Вот такие. Алмалар. Короче, аш болмайсың. Все есть. Жыбырлаған алмалар. Жаңғаққа. Білмеймін екен. Кәдімгі ат басшасы. Қаштан дейді. Осылай біз Дендропаркты түгел аралап шықтық. Дендропарктың жемісіне әбден тойдық. Тамаша демалдық. Рахмет Шымкентке. Сол Дендропарктың тура қасында зоопарк бар екен. Зоопаркке бара жатырмыз. Бұл зоопарктың көлемі 50 гектардан асып өте үлкен дейді. Қазір көрейік. Павлин. Бер чуш, Павлинка. Қазан. Қандай сұлу мынау. Құстар. Мынау осы аю. Обед жасап жатыр. Қорқынышты қандай. Шомылат бассейні бар екен. Виноградты қараңдар. Ал керек десе. Это виноград. Абрикос? Да, абрикос екен. Крупный абрикос. Ойбай, мына біреден секірсе өлдік қой. Айқайламақшы. Қорқынышты. Аюға қорқынышты екен. Мынадан секіріп келсе өлдік қой, құрсын кетейікші тыныштықпен. Аюды қара. Бірдеңе жеп жатыр. Мынау құстардың үйі, үйшіктері.
осындай бассейн. А ішінде балық бар екен. Вот это зеленый, это балық. Вот это зеленый. Осы балық екен. Растение сияқты балық екен. Бірақ қимылдамайды. Бүркіт. Мынада бір ардай. Бері қарашы. Бұның бәрі бүркіттер. Ана бүркіттерді қара адам сияқты дәуді. Қасында баласы бар екен, баласы. Ар жағында да керемет бүркіттер бар екен. Дәуді бүркіттер. Жақта бір түлкілер. Ой, сендер екенсіңдер ғой. Кім шықылдап жатыр десе, мына екеу екен. Тікен скунс па білмеймін, саситын шығар анау. Көрінбейді әйнектен. Бастары қарағанда. Бұл құс емес. Бұл құс емес, бұл тышқан тәрізді кірпі. Үлкен кірпі ма құрғали? Я екі вижу. Тамақ пішіп жатыр бәрі. Тамақ ішіп. Жүн бер. Индийский декі бар. Мынау бар екен, бірақ шықпай жатыр. Ұқтап жатыр, наверное. Ай, қандай әдемі. Ой, бәрі еліктер екен ғой. Ана не сүйше? Не сүйше? Бір жын сияқты ме? Барқытны сияқты. Сосын екен ғой, ана мүйізін еғылады ғой, браконьерский үшін. Пеликаны. Сасығын айтпа. Ой, қой воняешь. Мишка. Буйвол. Нені? Понилар ғой, пони. Бұл буйвол емес, зубр екен. Зубр. Европейский. Кішкентай пони деген аттар. Белый песок төсеп сапты мына жаққа. Бұғы. Арқар бері қарашы. Арқар. Енді міне. Гибрид дейді мынау. Ойбай. Не. Ешкі, тау ешкі. Көрінбейді.
Қараңғы көлеңкеден көрінбейді, зебра екен. Шөлдедің ба? Мына түйеқұс. Смотровая на шаг. Тал жоқ жер керек. Ыстық керек. Да, жираф. Да. Valla mangus dedi. Эй, мангус! Ух ты! Красавица, красавица! Ай, сәлем! Ай, сұлу қандай өзі. Як деп қойды достар. Құйрықтары ат сияқты, басир. Сүттері жақсы, май көп береді. Чем сиырға қарағанда. Як. Бұл Монголия, Қырғызстанның тауларында, Тянь-Шань тауларында жүреді сиыр сияқты. Ой, мама. Дауыстар қайтеді? Құлақтары бар екен. Осына каштан дейді екен ғой, каштан. Кавказ, Турция жақтан, Грузия жақтан көрген мен осыны. Осылай біз дендропарк, зоопарктың бәрін көрдік аралап. Керемет күн болды. Осы не деген еңбектесеңші, осының бәрін қарау, бүткіл хайуандардың жағдайын жасау деген. Осылай табиғатпен жануарлар әлемін түгел аралап шықтық. Енді Шымкенттің басқа жерлерінде көруіміз керек.